Файлды сақтау форматтары. Компьютерлік графикамен жұмыс істейтін адам графиктік ақпараттарды сақтауда файлдың форматтарын өте жақсы білгені абзал. Файлдың форматы мынадай түрде болады: image.jpg. Мұндағы image бұл файлдың аты, .jpg бұл файлдың кеңейтілуі немесе файлдың форматы. Қазіргі уақытта графиктік файлдардың 20-дан астам форматтары бар. Мысалы, JPEG, GIF, BMP, TIFF, PCX, CDR және тағы басқалар. Көбінесе файлдың дисктегі көлемі таңдаған форматыңызға байланысты. Photoshop'та файлды сақтауға арналған өзінің форматы бар. Ол формат PSD. Бұл форматта ағымдағы жұмыстардың барлығы сақталады. Нәтижесінде кейін қайта ашып, өңдеуге болады. Бұл форматтағы файлды тек Photoshop бағдарламасында ғана ашуға болады. Суретпен жұмыс аяқталған соң, файлды басқа көп таралған форматта сақтаған жөн. Өйткені ол суретті кейін басқа да бағдарламаларда ашып көру үшін. Көп таралған графиктік форматтарды қарастырайық. JPEG форматы. Фотографиялық сапасын жоғалтпай, түрлі түсті суретті сақтауға арналған. Дискте аз ғана орын алады. 1995 жылы интернетке арнап шығарылған. Бұл файлдың кеңейтілуі JPG. Бұл форматта суретті өңдеу толығымен аяқталғанда сақтаған жөн. GIF форматы. Бұл түстердің саны 256-дан аспайтын растрлық графиктік суреттерді сақтауға арналған. Файлдың кеңейтілуі GIF. GIF форматы түссіз аймақты және анимацияны сақтауға мүмкіндік береді. Бұл форматта көбіне логотип, баннер, сызба, схемаларды сақтаған жөн. Бұл форматты веб-дизайнда кеңінен пайдаланады. Келесі PNG форматы. Бұл GIF форматына ұқсас, бірақ түстер саны жағынан көбірек сақтауға болады. Бұл форматтың дисктегі алатын орны алдыңғы JPEG және GIF форматына қарағанда көбірек.